Кісі басы бір уыс тұз. Бір үйге қонақ келіпті. Бәйбіше қазан көтеріп, ет салыпты. Әлгі үйдің адамдары құмырсқадай қыбырлап, бірі кіріп, бірі шығып жатады. Қонақ қағылған қазықтай қадалып, тап жылмастан отыра береді. Қазан қайнаған кезде бәйбіше келіп қазанға бір уыс тұз салып, далаға шығып кетеді. Одан кейін тоқал келіп, бір уыс тұз салып кетеді. Содан кейін келіні келіп, қазанның қақпағын ашып көреді де көбігін қалқып тастап, бір уыс тұз салады. Ол да шығып кетеді. Ең соңында осы үйдің қызы келіп, қазанның қақпағын ашып, шымырлап қайнап жатқан етті әрі-бері ығыстырып, сапырады да бір уыс тұз салып шығып кетеді. Қонақ бұлардың бәрін көріп байқап отырады да, үй иелері шығып кеткен кезде ол да орнынан тұрып барып қазанға бір уыс тұз салады. Үй адамдары жиналып, асты түсіріп, алдыға ала бергенде бәйбіше тамақтың тұзын татып көрсе, удай ащы екен. Ибай-ау, мынаған не болған? Тұзы удай ғой. Мен бір ақ уыс тұз салып ем. Шеше-ау, сіз салмаған шығар деп, мен де бір уыс тұз салғам дейді тоқал. Келіні айтады, сіздер ұмытып кеткен шығар деп, мен де бір уыс тұз салып ем. Сендер абыр-сабыр боп жүрген соң, дейді қыз, тұзы татысын деп, мен бір уыс салып ем. Сонда қонақ бұл үйдің қазанға кісі басы бір уыс тұз салатын салты шығар деп, мен де бір уыс тұз салып ем дейді.